Саламатсыздар ма қыздар? Отырамыз. Так, ең кезекші кім жоқ болса. Бұдан Алғаш, Диана, Несел жоқ. Жақсы. Енді біз бүгін екінші сабақ ерітінділерге өтеміз. Кеше ғана массалық қандай тақырып өттік? Массалық үлесті өттік, та? Массалық үлес ерітінділермен жалпы таныстық, қандай ерітінділер болады. Соған үй тапсырмасын тексеріп жіберейік. Бәріміз қарап отырайық мына жаққа. Ал берілген температурада зат қандай бере алмаса, қандай ерітінді деп аталады? Қанықтан тесіп жіберіледі. Ерітінді дегеніміз не? Енді дәптерлерін ашыңдар, бізге берген үш есеп берілді, да? Бір-бірінің көршілерін тексеріңдер. Енді қазір алдарына міне бағалы парағын таратып беремін. Фамилияны жазып, соның ішіне жазасыңдар. Шардың ба? Жүз қой бір бол. Бірінші аяғы болды. Ерітінді заттың массасы, тоқ ерітіндінің массасы yükseliyor тең. Массалық үлесі 10%-ға тең. Табу керек ерітінді заттың массасын және еріткіш заттың массасын. Шешу. Массалық үлестің формуласы ерітінді заттың бөлеміз ерітіндіге. Өйтеміз 100-ге. Бізде массалық ерітінді зат болмағандықтан біз оны осы формуладан шығарамыз. Массалық ерітінді затты табу үшін ерітінді затты көбейтеміз массалық үлеске. Бөлеміз 100-ге. Яғни 250 граммда көбейтеміз 10%-ға. Бөлеміз 100%-ға. Тең 25 грамм шығады. Келесі массалық еріткішті табу үшін массалық ерітіндіден азайтамыз массалық ерітінді затты. Яғни 250 граммнан 25 грамм азайтамыз. Тең 25 грамм. Еріткішті. Біз неге қараймыз? Бірінші жалпы формула қараймыз, да? Кеше ғана өттік. Массалық үлес тең болады. Масса еріген зат. Негізгі біздің формуламыз міне осы, да? Осыған негізделіп аламыз. Жақсы. Отыра ғой. Тағымызға қамдамамыз. Енді мозаика әдісінде осы мозаиканы ашып біздің тақырыбымызды жасырынған табуымыз керек. Кім шат? Әден әке. Сөйт ерітінділер. Так, басқан. Сосын тоғажыда ма? Сұйық ерітінділер. Дұрыс. Сосын спирт. Қайсы? Дұрыс. Металл құймалары. Метан жатпайды екен. Тағы не? Болады. Дұрыс. Ауа. Айтып тұру керекім. Ауа. Металл. Біз бөлеміз, да? Қандайға? Ерімейді. Аз еретін. Сосын? Жақсы еретін. Қойдың дейді. Ал бүгінгі тақырып қандай, Қасымхан? Бүгін жазыңдар, дәптерлерінде ашыңдар. Бүгінгі тақырып. Жазамыз төртті. Ерітінділердің малярлық концентрациясы. Жазып, енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты ерітіндідегі заттың малярлық концентрациясын есептеу, бағалау критерияларымыз, малярлық концентрация анықтамасын білу, малярлық концентрациясын анықтайтын формуланы өлшем бірлігімен таңбалары туралы түсіндіру, ерітіндідегі заттың малярлық концентрациясын есептей алу. Енді есімізге түсірейік тағы да. Ерітінді дегеніміз не? Қалай дайындаймыз? Кім айтады? Мына суретке қарап. Кім айта алады? Әдемі. Өгіртіңіз. Ерітінді дегеніміз не? Неден тұрады? Айта алады, тез. Еріген зат, еріткіш, ерітінділер. Еріген затқа не қосамыз? Еріткішті. Мысалы, шайға не қосамыз? Қант қосамыз да не түсіледі? Ерітінді. Отырамыз.
және малярлық. Біз проценттікті жаңа есептедік те, проценттікті есептегенде біз нені айттық? Массалық үлесті, массалық үлес омега деген әріппен белгіленеді. Массалық үлес дегеніміз не? Масса еріген зат бөлінген масса ерітілді көбейтілген 100%. Осы формулаға біз естеміз. Осы формула арқылы шығарамыз да. Енді бүгін өтетіміз малярлық концентрация. Малярлық концентрация дегеніміз не? Ол еріген зат мөлшерінің ерітіндегі көлемнің қатынасы. То есть 1 дециметр кубта еріткіште ери алатын зат мөлшерімен анықталады. Оның формуласы С тең болады N бөлінген көлем. Да? Не, осы формула арқылы шығарамыз қазір. Енді N дегеніміз не ол? Зат мөлшері, да? Зат мөлшерінің формуласы қандай? Масса бөлінген мольдік масса. Дұрыс, масса бөлінген мольдік масса. Енді осы формуланы қояды себебі қазір кейбір есептер осы формуламен шығарамыз. С тең болады. N-нің орнына мынаны қоямыз. Масса және мольдік масса. Жоғарыда масса болады, төменде мольдік масса, көбейтілген көлем. Енді осы формулада қазір бізге керек болады. Кітаптерлерді жазалым бір тез. Малярлық концентрация эксперимент әдісі. 3 топқа мына жаққа келіңдер бәріңді. Әлиханның жаққа бәрін келіңдер. Кітаптерлерді жинап тастаңдар. Тақтаға шығып қорғаймыз. Масса ерітінді ал массалық үлес 5%. Қабілетте табу керек масса еріген затты. Оны шешу массалық үлес тең болады. Масса еріген затты масса ерітіндіге бөлеміз және көбейтеміз 100%-ға. Бізде массалық үлес бар, массалық ерітінді бар, бізге массалық еріген затты табу керек. Оны табу үшін массалық үлесті көбейтеміз масса ерітіндіге бөлеміз 100%-ға. Пайызды 5-пен 100-ды қысқартамыз. 20 шығады. 100-ді 20-ға бөлеміз, 7,5 грамм шығады. Бізге ерітінді дайындау үшін неше грамм тұз керек? 7,5 грамм тұз керек. Сендерде мыс 2 хлоридінді дайындау керек. 7,5 грамм тұз керек. Сосын қанша су керек? Суды есептедіңдер ма? Жоңқы су. Қанша? Так, жақсы, отырамын. Енді қара, бізде 7,5 грамм қандай мыс 2 хлоридінің табуымыз керек, да? 142 грамм ерітінді де ерітуіміз керек суда, да? Жақсы көрсетеміз. Мен қазір мыс 2 хлоридін ертіп боламын. Ал мен мыс 2 хлоридінің 7,5 граммын өлшеп аламын. Мыс 2 хлоридін 7,5 грамм өлшеп алдым. Өлшеп алғаннан кейін осындай арнайы көбішке салатын боламын. Осындай колбаға салғаннан кейінгісі мен есеп бойынша 142 мл суды өлшеп алып салдым. 5 су керек, да? 50 мл-дан да 90. Кейін тұздар еру үшін шыны таяқшамен араластыратын боламыз. 2 хлоридінің 5% ерітіндісі түзілді. Қазір есепке қарап, натрий хлоридінің ерітіндісін түзейміз. Біз өлшеп алдық, енді бұл тұзды енді мынандай колбаға қоямыз. Біз енді суды 195 грамм өлшейміз. Біз мынандай шыны таяқшаны алып
Осы егінді алыстырамыз. Бергенде араластырамыз да. Не түзілді? Бізде натрий хлордың ерітіндісі түзілді. 35%-ық ерітіндісі Түзелді. Қаңғыр сульфатының 0,25 мол концентрациясын тұзын аламыз да. Ерітіндінің түзілді. Кобальт сульфаты да? Маған 250 мл су керек. Сульфатының 0,25 мол концентрациясы шығады. Түзеледі. Ерітіндісі түзілді. Жақсы. Сапарақ. Так, келесі жұмысымыз. Қызыл стикерде жасырылған қандай есептер? Так, ас суының 0,2 мольдық көлемі 250 см ерітіндісін дайындау үшін кім шарт? Олармен қоясыңдар, пенішінен шоқ. Жаңағы процентный концентрация, массалық үлес сосын малярлық концентрация есептер. Бұл есеп жем ғой, ең бірінші массалық үлес арқылы. 18 градус. Көлем ерітіндігі жүремеді. 30 грамм ұйытқы салынады. Ұйытқының массалық үлесін есептеңдер. Енді сізде ерітінді ол айран да? Айран. 3 граммда аламыз, 3 грамм. Бізде масса ерген зат, ол ұйытқы 30 граммға 30 грамм өтеді. Бізде табу керек масса үлесті. Жазғандар. Шешу масса үлесінің формуласы. Масса ерген затты масса ерітіндіге бөліп, оны 100%-ға көйтеміз. Масса үлестен 30 грамм бөлу 3000 грамм көйту 100%. Тем болады? 1%. Жақсы тұрады. Так, енді әрғарай, кішкене әрғарай түсініп кету үшін тезетіна тапсырманы орнына жерек. Мольдық концентрация өлшем бірлігі алыптарды қайсысы деп ойлайсың? Мольдық концентрацияның өлшем бірлігі маңда не есептеп жатырмыз? Моль на литр. Тез мольдық концентрацияның формуласы. Бәрі дұрыс та? Отырамын. Бүгінгі сабақты қорытындылап кетсек. Бүгінгі сабақ ұнады, себебі біз моль концентрацияның екенін білдік, есептерді шығаруды үйрендік және ерітінділердің түрлерін үйрендік. Жақсы. Оқылды маған мен бәрі түсіндім. Моль концентрация не екенін, моль не екенін және ерітінділерді қалай есептеу керектігін түсіндім. Жақсы. Жақсы, бағалау парақтарында маған қазір сабақтан кейін берерсіздер. Параграф 41 үйге. 41-ші параграф, кітаптың артындағы 10 есептер, соның соңғы 5-тен 10-ға дейін 5-ні шартын қоқ. Шартты береміз.